Ал қарлы күн, асылудым, қалдарыңыз қалай? Маған мында бір пікір кепті. Мен сүйікті көрермендерімнен сенім білдіріп жазғандарыңызға алғыс білдірем. Мына жерде енді мен түсінуім бойынша бұл келіншектің тұжырымы бойынша дуа жасаған ислам религиясына осы айтпайын десең айтқызатшы, жолап кетсең ислам религиясына. Отырса да дуа, тұрса да дуа, жатса да дуа, сауда істесе де дуа, дәретханаға барса да дуа, оқи береді. Бүкіл мына фатихадан бастап фәлақ насқа дейін бәрі түйіншекке оралған қатындарға оқи береді. Білемін, Құдай өзі кешірсін, Мұхаммед Расулдың сол сиқырмен айланысы, солардың өзі сол сиқырмен айланысы, содан қайтарғаннан басқа ештеме реформа жоқ ау деймін сол религияда. Құдай өзі кешірсін, бірақ шындық сол. Біздің қазақта шайтан деген ұғым жоқ. Біздің қазақта жын-пері деген бар, бірақ албастылар әлемі бар. Албастылар деген ол инфекция, вирус. Адыраспанмен инфекцияны өлтіреміз. Оңтүстікте, солтүстікте аршамен өлтіреміз. Бізде қазақ соншалықты ұлы, бізде екі-ақ нәрсе бар. Екі-ақ нәрсе. Ол жаман ой және арам ой. Мына миыңыз таза болса, сізге ешқандай да, жаңа мен папам тигр дегенді көрдім, өте күшті. Мысалға өзім әкем есіме түсіп кетті. Әкем де сондай арқасы бар тұғын, кәдімгі көзіме жас алып сұмдық күшті түсірген. Айтып отырмын ғой, біздің қазақтың режиссерлері қазақ жалқау дейді, міні жалқау, керемет, қолдарына 5 аспап сұмдық, 8 қырлы, 1 сырлы біздің қазақтың жігіттері де қыздары да. Құдай бере саған өзі. Сондықтан мынау сіздің айтып отқаныңыз бұл дуа, бұл сиқыр, магия дейді. Бұдан құтылу үшін жеке хабарласарсыз. Номерімді қалдырып кетем, оқу керек, қайтару керек. Мен енді жер су табиғат анамен сондай жолмен қайтарам. Мен ислам религиясында шатағым жоқ, бірақ бәрінен айырылуға болады. Циханның да, осы исламның да, христиандар, неше түрлі еврей, бәле-бәде, татар, кімдер, бүкіл бәрін қайтаруға болады. Егер өзіңіз арыңыз таза болса, бүкіл жаманшылықтан айырылам десеңіздер, оның бәрінен тазаруға болады. Тура жолға түсіп, өзіңіздің тағдырыңызды мейлінше бақытты өмір сүруге әбден болады. Сондықтан жаныңыз дайын болса, хабарласыңыз, көрерміз.